тас және тас адамдар жөнінде сөйлеу бұл енді үлкен тақырып. Бұнда бірнеше кітаптар жазуға болады, бірақ қысқартып аз ғана түсінік беріп кетейін. Кісі тастардың бетінің сахарада күншығысқа қарап тұрғанына қарап, көп зерттеушілер түркештер дәуіріне тәуелдейді. Бірақ енді осы кісі тастардың әр жердегі бейнесіне қарасаңыз, тау басында табиғи тастарға шабылған кісі тастар тұрады. Беті әр тарапқа қарап тұрған кісі тастар тұрады. Ер, әйел, бала, кәрия, бақсы, сардар, қаншайым бейнесіндегі кісі тастар көп кезігеді. Төбеде тұрған, биік төбелерде қолымен тұрған тастар, немесе жалаңаш әйелдің бейнесі, қолына кісе ұстаған, немесе қанжар ұстаған, кемер белбеуін ұстап тұрған кісі тастар кезігеді. Осы сияқты кісі тастардың барлығы, былайша айтқанда, кісі тастардың әлі шабылып болмаған сұлбасы кезігеді кей жерден. Бұның бәрін енді белгілі бір дәуірге тәуелдеуге келмейді. Әр кездегі діни және сол кездегі адамдардың наным сеніміне байланысты тұрғызылған тастар деуге болады. Мысалы, кісі арал биік тау басында тұрған кісі тастарды қарасаңыз, аспан тәңіріне жақындау мақсатында биік шоқылардың басына табиғи тастарға тұрғызып қойған кісі тастар бар. Беті әр тарапқа қарап тұрған кісі тастар, мысалы, өзінің қасиетті туып өскен мекен жайларын қорғау негізіндегі сардарлар, немесе басқа да түрлі адамдар бейнесіндегі тастар. Ал енді топтасып тұрған кісі тастарды көретін болсаңыз, әулет негізінде бір әулет, бір тайпа, немесе осындайларды арнайы әзірлеген кісі тастар болады. Қарап отырсаңыз, бұлардың ішінде әйел де, бала да, үлкен де барлығы араласып тұрады. Ал енді әйел бейнесінде кісі тастар бар. Олар біршілікпен омай ана негізінде балаларды, немесе от тәңірі негізінде деп айтуға келмейді. Ауыр аяқ әйелдер тұрғанын көресіз. Одан кейін жалаңаш әйелдердің бейнесі омыртқа сүйектеріне дейін шығарып қойған тастан шауып, осылай бейнелер кезігіп тұрады. Енді қолында кісе ұстаған, немесе кемер белбеуге қолы тиіп тұрған кісі тастар кезігеді. Мысалы, кесе деп отырғанымыз мына ыдыс, тос, былайша айтқанда, соған ұстап тұрған тас адамдардың наным сенім бойынша болғанда ай сәулесі, күн сәулесі сол кесенің ішіне түсіп тұрады. Кесе адамның кіндігінен жоғары тұрмайды, сол мөлшерде тұрады. Сонда ырыздық пенен бақыт, дәулеттің барлығы адамның кіндігінде, негізінен кіндігінде болады. Ал енді жанның шығуы аузында болады. Сондықтан кісеге түскен нұр адамға ырыздық, дәулет жеткізіп тұр деген нәрсе. Жан-жағына әр тарапқа қарап тұрған кісі тастар, бұл енді өзінің атамекенін, байырғы жұртын қорғап тұрған сардарлар, абыздар, немесе үлкен сол кездегі ерекше адамдарға арналған кісі тастар болады. Енді қолына құс ұстап тұрған кісі тастар кезігеді. Бұлар құс тәңірге бір табан жақын, соның хабаршысы ретінде бейнелейді. Енді беті күнге қарап тұрған, шығысқа қарап тұрған кісі тастар, біздің халқымыз ырыздық, дәулет, байлық, бақыттың бәрі, былайша айтқанда, адамның тірлігінің бәрі күннен деп ойлайды. Сондықтан таңертеңгі күн шығысқа қарап тұрған адам бейнесі, ол сөзсіз адамға өзінің ырыздығын алып келеді дейді. Осының дәстүрлік салты бүгінгі дейінгі халқымыздың тігіп отырған үйлерінің есігі күн шығысқа қарап тұратын себебі де содан.
Енді көр топырақтардан шығатын кісі тастар кезігеді. Бұлар нақтылы кісі тастар болғанда кісі тастардың сұлбасы негізінде бейнеленеді. Бұл былайша айтқанда өлушінің ол дүниедегі серігі негізінде бейнеленген кісі тастар болады. Осында енді бір ғажайып кісі тастар бар. Бұл сахарада басы ұшып кеткен, басы жоқ кісі тастар көп кезігеді. Енді бұны кейбіреулер буддистердің мына шамандарменен чатаспау жөнінде арнаулы сахарада кісі тастарды басын ұшырып берген деп жатады. Енді біреулер исламның ықпалыменен кісі тастардың басын ұшырған деген сөздер айтып жатады. Бірақ жалпы қазақтың өзінің дәстүрінде, тарихта 7 атасына дейін сол ана өзінің жұртына, мекен жайына орнатқан кісі тастар өзінің бақыт байлығын қорғап, сол жерде ұрпағының өз ата бабасының аруағы негізінде, рухы негізінде болғаннан кейін сөйтіп тұратын кісі тастар. Кейін 7 атадан кейін оның 8-ші атаға барған кезде кісі тастың басын ұшырып береді де, басқадан рухы адамды қорғайтын жаңадан кісі тастар орнатады. Оның орнатқан кісі тастардың бейнесі сол дәуірдің өзгешелігіне қарай орналады. Бұл қазақ тарихында бар нәрселер. Сондықтан кісі тастарды қысқаша айтқанда, бұндай тастарды рухтың негізі, немесе мәңгі тастар деп қояды. Осындай тастар болады. Бұндай тастардың биіктігі 10 метрге дейін, кейбіреуі 3-4 метрге дейін болып тұрады. Сондықтан кісі тастардың қысқаша бейнеленген түрлері осындай. Кісі тастарды әсте бір дәуірге, бір кезеңге жатқызуға келмейді. Әрқандай дәуірде, әрқандай кезеңде діни және қоғамдық наным сенімдерге байланысты орнатылған.